Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті маңғыстаулықтар, құрметті біздің каналымызға тіркелушілер. Бүгін біз мына 28 микрорайон, бірінші домға келдік. Бұл жерде 2 комнатты үй түсіретін боламыз. 9 этажды дом, галерея 2 дом ғой, өздеріңіз көріп отқандай. Соған түсіретін боламыз 2 комнатты үйді. 9 этажды дом, 6 этажда орналасқан. Ендеше кеттік, бізбен бірге болыңыздар. Міне 2 комнатты үйіміз, коридордан оң жағында туалет ванна орналасқан, сол жағында кухня және тікелей 2 комнатты жататын бөлме және зал бар. Міне мынау кухнямыз осындай шағынды, бірақ кухняда да отырып жаңағыдай шай тамағын астына ішуге де болады. Кухняны жиһазды арнайы немен заказмен жасалынған. Және бұл жердің потологы шпаклюкпен жасалынған. Полдары линолеум пол. Суы келіп тұр. Және газын қарадық. Газы өте жып-жылы. Үйдің іші ыстық. Жалпы басында кіріп келгеннен белгілі. Мынау енді осы кухнямыз. Ондай қатты ремонт, ондай еш нәрсе керек емес. Бөлініп атқан, сынып атқан, ондай еш нәрсе жоқ. Есіктерді осындай озермен әдемі алып істеп кеткен. Енді мына тікелей қарасақ, коридорында потологы міне осындай көріп отқандай шпаклюкпен жасалынған. Міне тікелей ванна, туалетіміз. Ваннамызда капельмен жасалынған, полы да потолыққа дейін, және үсті осындай немен пластмаспен арнайы жауып кеткен үстерін. Және мынау туалетіміз, туалетте де сондай ваннадағыдай капельмен жасалынған, потолыққа дейін бүкіл капельмен жасалынған. Димоходы бар өзінің туалетінде. Осы біздің туалет ваннамыз. Енді ары қарай 2 бөлмені түсіре берейік. Мынау міне залымыз. Зал осындай сары түсті обоймен істелінген, есігі қоңыр. Обойларында бәрі бүтін, ондай сызылып атқан, немесе шартылған, ондай еш нәрсе жоқ. Және терезелері пластик. Бұрышта көріп отқанда телевизор арнайы сол жерде орнатылған, тоқтары сол жерге келіп тұр. Және осындай шкаф қойған мына жерге. Потологы сондай барлығы бірдей. Жаңағы шпаклюкпен жасалып кеткен потолок. Пол да барлығында бірдей линолеуммен жасалынған. Осындай шағынды үй, жас семьяға, жас отбасыға өте керемет таптырмайтын үйлер. Енді коридорын кішкене бір түсіріп жіберейік. Коридор міне осындай, былай 1,5 метрдей бар. Туалет ваннасының барлық светтері жанып жасалынып тұр. Және коридордан кіргенде, оң жағында ені 1 метр, және ұзындығы 2 метрдей осындай орын бар, және прихожка қойып қойған, өте ыңғайлы аяқ киім шешуге, немесе адам киімдерін ілуге. Және тікелей жүрсек, мына оң жағымызда есікте біздің жатын бөлме. Жатын бөлменің потологы сол барлығы айтып кеткенде бірдей. Полдары линолеум, обойы өте былай жақсы, енді кішкене қымбатты обоймен салынған. Негізі видеода көрінбеуі мүмкін. Полдары линолеум. Бұл жерге де телевизор орнатылған. Бұл жерге де тоқтары келіп тұр. Ол міне видеодан көргенде 2 комнат үйіміз осы. Енді толық айта кетейін. 28 микрорайонда орналасқан бірінші дом, 9 этажды дом және 6 этажда орналасқан. Общий квадрат метрі 63 квадрат метр. Және бағасы енді қазір негізі бағасы 11 миллион деп отыр. Бірақ осы айдың соңына дейін алам деген адамдарға 10 миллионға беріп жіберем деп отыр. Сол себепті мүмкіндіктерін жібере алмай, осы видеоның астына описанияға осы үйдің иесінің номерін қоям. Соған хабарласыңыздар. Сұрақтар болса соған соғасыздар, жауаптарыңыз сол номерге хабарласып аласыздар жауаптарыңызды.
Және үй бұлай 1990 жылы салынған, бірақ бұлай бұрын салынған үй болғанмен, енді жаңа салған үйлермен салыстырғанда, бұл бұрынғы салынған осындай үйлер, 90 жылы салынған үйлердің сапасы жақсы болып келеді. Себебі бұлар бетонмен салынады. Бірақ жаңа үйлерде сапалы үйлер бар әрине. Бірақ бұлардың да сапасы басқа үйлермен салыстырғанда өте жақсы болып келеді. Ендеше осы видеоның астына барлық описаниясын жазып қоямыз, инстаграмды қоямыз, жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Әр қазағың баспана болсын, сәттілік.